қуаныштымын, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта жақсылап жауап беріп, өздеріңді көрсетіңіздер. Ол қазір мен сендерге экранға барлық жоспарды дұрыс беремін. Сен мына жақта келіп аласыздар, жақсы ма? Міне қазір қайтадан мұқият тыңдаңдар. Мен сендерге түсіндіріп кетейін қалай болатынын. Қазір біреуін ғана ашып, ол мекенде кетіп қалмайсыңдар. Мына жоғары жағында неше тұр сана? 6. Мына аяшықтар неше? Сонда нешеден сәйкес келді? 2-ден. Сонда дәл міне қажетінде өзің қайсысын біліп тұрсың? Мынаның реттігін сақтаудың қажеті жоқ. Қайсысын сен білесің? Кетіп басасың мына. Міне көріңдер ғой. Сосын мына жерде тиісілісін басасың. Түсіндің ғой? Сосын қарап қайсы болуы мүмкін. Енді арай тұр. Ашылу керек ма? Вот ашылды. Енді осыны қайсы деп ойлайсың екіншісі? Ой, молодец. Вот міне. Ашылады. Вот міне. Түсіндіңдер ма? Жоғары жағына. Дұрыс. Ауылға ядро түсуге. Жоғары температурада Ой, молодец. Жарайсың. Сұрақтарыңыз бүгін қандай? радиоактивті сәулелер биологиялық әсерлері және де радиациядан қорғау. Вот дұрыс, енді жазамыз сонда. Жазамыз. Мен қазір экранға ашамын. Енді ал жазмайық. Курс тақырыбы атом ядросын физикасы деп жазып қойыңдар. Сабақ тақырыбы радиоактивті сәулелердің биологиялық әсері және радиациядан қорғау. Мен бастаймын ба? Ал кеттік. Өздерінің аты жөндеріңді жазып, сосын сабақ соңында ана тақтада тұрған Нұртілек жарайсың. Жігіттер Алия. Ергержан. Енді 4-5-ші мекен. Ерқа мен Дина екен, жақсы. Кім айтсаш? Молодец, кел, тез. Алғанда оқулы жатыр, жағында оқулықтан оламанды деді. Әлі айтқан үстіне тұрмын. Солай, жеке. Дұрыс болды отырмын. Ана біреу ашылмай. Келесі өлеңді ашасам болды. Сөйтіп птичкасын ғана баса саласыңдар, ең білесіңдер. Мен ана көп кітапқа қараған баланы шығармаймын. Отыра бер. Видеоны қайталаймыз дедік қой. Қайсы? Молодец. Еркан сен қой ме? Сайжыл. Кесілдің ғой ол, я. Кім шыққан? Нұртілек Сабина.
адам. Аты жөнін ұмытқанмын. Бірақ адамға ең зиян беретін қайсы деп? Ең зияны арпа. Өте жақсы. Плюс топты. Айзере, кейті өзін мен басып отырайын, жаңа информация болады, оның заңдар болады деп қой, соны қазір айтайын. Это на презентации вот 7 полигонов, және оның задат туралы айтып өтейін. Бірінші ол полигон дегеніміз не? Семей ядролық полигоны Семейсін қаланы 1949 жылдан бастап 1991 жылға дейін болған. Және ол Қазақ КСР қорғаныс министрлігі және атом энергиясы министрлігінің бюромен құрылған. Ол Семей облысының Абралы ауданының Павлодар және Қызылорда жерлерін қамтыған. Семей ядролық полигон сынақтарының бомбаларының саны 456 бомбаға келген. Және оның 16-сы бұл жердің үстіндегі және ауадағы бомбалар болып саналған. Жақсы. Қандай мәліметтер анықталған? Екі басы, үш басы бастармен болған яғни денелері мутацияда болған. Өте жақсы. Енді ары үшінші сұрақ, археологтың мумия зерттеу барысында көптеген ақпараттар жинақталды. Осы анықталған мәліметтер арасында қандай ақпарат физикалық заңдылыққа сүйене отырып анықталды деп ойлайсыңдар? Олардың неше жыл бұрын Радиацияның ықпалынан пайда болған. Дұрыс. Содан кейін олардың қанша жыл бұрын жерленгені туралы қалай айтайын? анықтау үшін қажет. Инфрақызыл сәулелер бізге жылуды үшін керек. Көрінетін жарық біздің айналамызды жарықтандырады және тамақ өндірісінде өте маңызды. Сосын не үшін неге сондай болып сұрады, біз сонда қорытындысын жасаймыз. Ал кеттік. Сендерге 6 минут уақыт береміз. Алла тілейік. Кім көре береді? Аталаппай ойнаймыз. Жасағалым. Бізге берген тақырып радиоактивтен қорғану. Және бұған біз негізгі фактілерін жазып шықтық. Негізгі фактілердің өзіне арнайы қорғасынан жасалатын фартуктарды кию болады. Механикалық құралдарды арнаулы ұзын қысқыштарды қолдану болып саналады. Және де тамақ өнімдерін тексеруден қатаң түрде өткізу болып саналады. Келесі фактілерді радиоактивті препараттарды қолмен ұстамау керек. Радиоактивті заттар тыныс алу салдары тері арқылы адам ағзасына өтпеу үшін қорғаныс материалдарын қолдануымыз қажет. Радиацияны қолдануы бізде микротолқындар арқылы тағамдарды қыздыру үшін қолданылады. Рентген арқылы ауруларды анықтай отырып және қауіпсіздік шараларын күшейтеді. Ол қай жерде қауіпсіздік шаралар сақталады? Мысалы, аэропорттарда және де ультрафиолет сәулелер дідірімен бөліп адамның сүйектерін қатайтады. Алайда тек қана оның пайдасы ғана емес, зияны да бар. Ол қан айналу процесінің бұзылуы. Және де тыңдан сәулесі арқылы ең қауіпті сәуле альфа бөлінеді. Телефон қажеттермен байланысқа шыға алады. Зиянына келсек, ол мутацияға, адамдардың мутацияға ұшырауына және де егін түрлі өсімдіктердің радиацияға ұшырауына және де рак ауруына келеді. Жарайсыңдар, айтпаған нәрселерді міне толықтырып жатыр. Байқап отырсыңдар ма? Қорытындыға келсек, радиацияның жақсы жері бар, жаман жері бар. Мысалы, кейде ол адам ағзасына жаман әсер берсе, ол жаман беретін басқа нәрселерден қорғанысы болады. Мысалы, негізі Бағанбек топпен жұмыс жасап жатырмыз бәріміз. Енді қазір өздерін чектен сұрақ шығады, жауап береміз. Түсінікті ма? Сосын өздеріне қай сұрақ екенін атына жазып қоясыздар. Ал кеттік. Сендер білмейсіңдер қай сұрақ екенін. Мен қазір жақ. Ал қалдыңдар. Әркімдер топтастан алды. Ал кім міне топта тұрсыңдар ғой, сұраққа жауап бере алмасаңдар, соның ішіндегі бала жауап береді, топқа есептеледі, балаға есептелмейді. Солай ма? Келісесіздер ма? Жаңа сұрақ? Ал кеттік.
Осыдан нені тап дейді? Жиілікті тап дейді. Ал кетіп тартмадым. Жоқ. Мен жасамамын. Шыңыз айтты. Вот. Формуланы дұрыс таптым, бірақ одан ақыры жиілікті табу керек деп тұр ғой. Дұрыс. Мен жазуым керек қой, сен де жазуымсың. Мен енді тұрмаймын өзгерістен. Дұрыс па? Так, шыңыз сен жазып плюс сен жазып плюс. Минус жоқ. Астына жазып ақ не? Вот, плюс м. Осыдан сен нейтронды анықтадың. А протондар мына жерде өзі тұр. 80 протон. Нейтрон неше болды? Вот, а электрон неше болды? Электрон қанша болды? Жаңа ғана болды. Алтынға салсаңдар, алтынға салыңдар, күміске салсаңдар, күміске салыңдар, қолаға салсаңдар, қайсыға